Ассалаумағалейкум, Қазақстан. Бүгін 9 сәуір 2021 жыл. Өлеңімнің тақырыбы өз әйелі аз көрініп тоқал деп аталады. Кейбір еркек қарабасын бақпайды, көп сөзімен, азысымен жақпайды. Өз әйелі аз көрініп тоқал деп бейшарасың деген сөзді қақпайды. Жұмыс жоқ деп ішкілікке салынып, ақша бер деп ішімдікке малынып, аяқ асты бай болғысы келеді, ази ойнап кредитке малынып. Дәметеді, бауырларым берсе деп, інілерім қолдап маған ерсе деп, керек кезде таба алмайсың қарасын, піскен кезде бағың балам терсе деп. Ұлдары мен қыздарына қарамас, арам суды ұрттап алып тарамас. Жағдайы түк келмей жатып еркектің тоқал алам деген ойы жарамас. Шабашкада істе десең қашады, жат адамға іштегісін ашады, төк пайдасыз жанашымас сұмдарға лыпылдаумен үйдегісін шашады. Ей еркексің, неге жүрсің езіліп? Жүрген байқұс әлсіздің сезіліп, тоқал алам деме енді айтарым, өлеңімнің мәнін алсаң тезіліп. Аңдығаны оңайлы олжа ақшамен, алтын толы маңайдағы бақшамен, үлкен әріп жазылудың орнына бұндайларды жазу керек жақшамен. Ез еркектің шарасыздық ездігі, үй отбасын ыдырату тездігі, өз жақыны жат көрініп көзіне, бөтен мылжың